Қош келдіңіздер ата-анаңы подкастына. Дұрыс, тыңдаушылар үшін пайдалы кеңестер береміз. Бастайық. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар және ата-аналар. Бүгін бізде ата-ана үні подкасты. Бұл бала тәрбиесі, отбасы құндылықтары және мектеп пен ата-ана байланысы жөніндегі ашық әңгіме алаңы. Бүгінгі біздің ата-ана үні подкастындағы қонақта біздің сүйкімді де сұлу анамыз Қолбекова Ақтоты Нұрланқызы. Бұл бізде 2-ші Б класында оқитын Елемес Иран және Елемес Ислам атты егіз батырларымыздың анасы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Бүгін сізбен ашық әңгіме алаңында жайлы сұхбат болады деп сенемін. Ендеше алғашқы сұрағымызға көшейік. Алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Есімім Ақтоты, 4 баланың анасымын. Қазіргі таңда кәсібімді дөңгелете отыра, осы балаларыма қашанда қолдау көрсететін үйде отырған анамын. Тамаша. Олай болса, тағы менің бір қызықты сұрағым бар. Үйде сіз балаларыңызбен бірге қаншалықты жиі уақыт өткізесіз? Ондай кезде сіздер немен айналысасыздар? Сұрағыңыз өте орынды екен. Жалпы күн тәртібі деген бар біздерде. Сол нәрсені жақсы көреміз. Таңертең бала ұйқыдан тұрғаннан бастап кешке жатқанға дейінгі аралықта. Сондықтан да балалар үй тапсырмасында уақытында орындап отырады, бір белгіленген уақытта. Біздер көп жағдайда бірге кешкі ас дайындағанда, манты дайындағанда бірге дайындаймыз. Түйеге көмектесіп балалар. Ер бала болса да шай жинау, шай жасау дегенді сосын бірге жасаймыз. Көбінесе менің 2-ші балам Иран сондай нәрселерге жақын, жалпы бөлмесін жинауға, жаңағы киімдерін жинауға, қасықтарды жинауға деген сияқты полкілерде. Ер бала болса да біздер солай шай жинаймыз, шай жасаймыз, сосын жаңағыдай манты дегенде көбінесе бірге жасаймыз. Өте жақсы. Бұның барлығы тәртіпке алып келеді. Осындай тәртіпті үйретіп жатқаныңызға сізге көптен көп рахмет. Келесі сұрағым, сіздің балаларыңыз қай пәнге көбірек қызығады? Жалпы менің балаларым бос уақыттарында сурет салғанды ұнатады. Ермек сазбен жұмыс жасағанды, сурет салғанды ұнатады. Енді пәнге келетін болсақ, математиканы да, қазақ тілді де жалпы жақсы орындайды балалар қызығушылықпен. Мысалға, математика пәні 3-ші күні болмайды ғой, бірақ олар 2-ші күні сол сабақтағы үйге берілген тапсырманы орындап тастайды. 3-ші күні болмаса да, 3-ші күні болмайды, 4-ші күні болады деген жоқ, олар да солай орындап тастайды. Содан кейін қазақ тілді орындайды. Бірақ бірінші математикадан бастайды, содан кейін қазақ тілді орындайды, сосын ары қарата ауызша сабақтарға кетеді. Бұл қабілет балаларыңыздың бойында жауапкершілік қабілетін танытып жатырсыз дегенге алып келеді екен. Келесі сұрағым, қазіргі балалар тәрбиесіндегі маңызды нәрсе не деп ойлайсыз сіздің ойыңызша? Ол әке тәрбиесі деп ойлаймын, әрине. Енді біздерде ер балалар болғаннан кейін, егіз бала болғаннан кейін, ер балалар болғаннан кейін әке тәрбиесі өте маңызды. Жалпы отбасында ең бірінші балаға әкенің тәрбиесі керек деп ойлаймын. Енді біз өзіміздің отбасымызды алатын болсақ, әкесі балаларға сабақтарына да қадағалайды, қарайды, өзінің ақылдарын айтып отырады, еңбекке баулиды, жауапкершілікке үйретеді. Осының барлығы жалпы балаларда қоғамда болып жатқан жат қылықтардан, зиянды әдеттерден, әрекеттерден барлығының алдын алады. Яғни бала қоғамда өзін дұрыс ұстау керек, емін еркін дұрыс орынды ұстау керек. Енді бала отбасында не көреді, соның барлығын қоғамдық орында болсын, мектепте болсын, соны келіп жасайды ғой. Отбасындағы ата-анасы баланың айнасы деп біледі. Мысалға, бала менің айнам. Әкесі қандай болса, анасы қандай болса, бала соның барлығын үйде көрген тәрбиесін мектепке келіп жасайды. Енді бұл жерде біздің қоғамда жалпы мынандай түсінік қалыптасқан, барлығын тек мектептегі мұғалімдерге ысырып тастау, ол баланың жаңағы мұғалімдер оқу процесімен де айналысады, олардың тәртібімен де айналысады, тәрбиесімен де айналысады. Неше түрлі тәрбие сағаттарын өткізеді осы бағытта. Ата-аналарға да түсіндіру жұмыстарын өткізеді, сыныптан шаралар өткізеді. Енді бұл жағдайда барлығын мұғалімге жүктеп қоюға міндетті емес. Барлық ата-аналар, жалпы барлық тәрбие отбасынан басталады. Сондықтан да үйде өзіміз баланың айнасы болу үшін ең бірінші өзіміз үлгі болуымыз керек балаға. Өте жақсы, өте тамаша. Ал сіз үшін үлгілі бала қандай? Енді мен өзімнің балаларымды үлгілі бала деп айта аламын.
жалпы болашақтан көп үміт күтеміз ғой баланы. Ақылды, саналы, иманды, салиқалы, дені сау. Бұндай баланы күтеміз бұйырса. Сіздің ұлдарыңыз осылай өз арманыңыздағыдай болып ер жетсін. Ендеше сізге қоятын тағы бір соңғы сұрағым деп айтайын. Дәл қазір балаларыңызға қандай жылы сөз айтар едіңіз? Екеуіне екі бөлек. Жалпы балаға Жалпы жиі жылы сөз айтып еркелетіп отырасыз ба балалар? Иә. Көп жағдайда таңертең ұйқыдан оянғанда, сосын түнде ұйқыға жатар алдында балаға бір жылы сөз айтамын өзім арнап. Қандай жылы сөз? Ол қайырлы түн, қайырлы таң, ботам деген сөздер ол күнделікті айтылады. Сенің бұл өмірде барыңа шүкір. Сен менің мақтанышымсың. Сендер Алланың берген аманатсыңдар деген сияқты балаларға. Соған ұйықтар кезінде бала сондай бір жылы сөз естіп жатса, көңілі де бір сергек болады, қайырлы түн деп бір андай қуанышты, бір сондай бір жақсы бір ұйқыға кететін сияқты. Ертеңгі күніне сәттілік береді. Рахмет. Барлық сұрақтан жақсы жауап беріп, ұтымды пікірлер, тұшымды ойлар айттыңыз. Ал енді осы балаңыз оқитын мектепке немесе балаңызға сабақ беріп жатқан сынып жетекшісіне айтар жылы тілегіңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, қазіргі бүгінгі ата-ана үні подкастын қолдана отырып айтсаңыз болады. Рұқсат. Жалпы біздің мектеп балаға жайлы мекен деп есептеймін. Жалпы жағдай жасалынған, өте кең, талғамға сай жасалынған барлығы да. Ал енді сынып жетекшісіне келетін болсақ, жалпы сынып жетекші ол оқушының ойынша екінші анасы ғой. Біздің апай жақсы сынып жетекші деп есептеймін. Сол жақсы сынып жетекшінің бойындағы бар критерийлерге сізді дәл сай келеді деп санаймын. Яғни менің ойымша ол жақсы сынып жетекші баланы тек оқу процесімен қанағаттандырып қана қоймай, сонымен қатар баланың тұлғалық дамуына да әсер ететін мықты маман деп есептеймін. Ұйымдастырушылық қабілетіңіз де бар, төзімділігіңіз де бар. Енді бастауыштың балалары деген видео сабақ оқытқанда көріп отырмын, жалпы онлайнда да көріп қалдық оны. Сонымен қатар төзімділігі, ұйымдастырушылық қабілетіңіз, жалпы шығармашылыққа бейім. Міне осылардың барлығы жақсы сынып жетекшінің бойында болатын қасиеттер деп санаймын, және ол сізде бар. Сонымен қатар балалардың психологиялық жақсы ахуал қалыптастырып сыныпта және оқушылардың бойындағы жеке ерекшеліктерін түсіне талдай отыра жұмыстану және ата-анамен тығыз қарым-қатынас байланыста болу. Осының барлығы сіздің бойыңызда бар деп есептеймін. Енді балаларыма былайынша айтқанда повезло болып деп ойлаймын, енді апай. Жақсы. Рахмет. Жалпы алдағы уақыт маған повезло сияқты. Осындай балалар, осындай аналар бұйыртқан. Жалпы енді алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін. Осы шәкірттеріңіз үмітіңізді ақтасын, бұйырса. Шәкірттердің жетістігі ұстаздың еңбегі ғой, еңбегінің нәтижесі деп білемін негізінде. Сол үміттеріңізді ақтайтын, биіктерден көрінетін шәкірттеріңіз мол болсын. Айтқаныңыз келсін. Ендеше бүгінгі біздің қонағымыз Ақтоты Нұрланқызына уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Балаларыңыз үмітіңізді ақтап, болашағы жарқын, үлкен, тұлғалы азамат болып ер жетсін. Сізге көп рахмет. Рахмет сізге. Бүгінгі подкасттың келесі қонағы біздің сыныбымыздағы сүйкімді оқушымыз Айзеренің анасы Қанатова Айнұр Нұрболқызы. Айнұр ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізді қысқаша және қызыңызды да қысқаша таныстырып өтсеңіз. Мен өзім қазір декретте отырған ата-анамын. Қызым Айзере ақылды, білімді, әдепті, бауырларына өте қамқор. Оны ол сыныпта да дәлелдеп жүрген оқушыларымыздың бірі. Мен бақытты ата-анамын. Өйткені жалғастырып қойыңызшы. Мен бақытты анамын, себебі Алла берген 6 періштем бар. Олардың күндегі күлкілері, әрбір қылықтары мен үшін бақыт. Қандай қиындық болса да, қандай жақсы күндер болса да,
соның өзі мен үшін үлкен тәжірибе деп айта аламын. Рахмет, көп осы жерде тоқтата берші. Осындай көп балалы ананың отбасында балаңызбен бірге қаншалықты жиі уақыт өткізесіз, және сіздерде қандай отбасылық дәстүрлер бар? Біріншіден мен балдарымды бірінші орынға қоямын. Әсіресе Айзере деген қызыммен қызықты күндерді бірге өткіземіз. Кітапханаға бірге барамыз, мектептегі іс-шараларға белсене қатысам, шама келсе жиналыстардан қалмауға тырысам. Балаңызға үй тапсырмасына көмектесесіз ба? Балаңызға қандай пән қызықты немесе қандай пән қиындық тудырып жүр? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Иә, үй тапсырмасын бірге орындаймыз, бірге отырып, қай пән болады, күндігінде сабағын орындауға көмектесем. Қызым ондай емес, жақсы. Өзіңіз білесіз. Қызыма келтіретін қиындық орыс тілі пәні. Орыс тілі пәнімен көбірек жұмыстанғыңыз келеді. Жақсы, рахмет. Көптеген отбасыларда бір-екі бала болса да бір-бірімен кез келген затқа таласып қалып жатады. Яғни олардың арасында бір дау немесе айқай туындап қалып жатады. Осы орайда сізде көп балалы отбасыда бір кішкентай қарапайым затқа таласып қалу деген секілді мәселелер туындап қалып жатуы мүмкін. Сіз осы мәселені қалай шешесіз? Бұл орайда болады, енді болғасын, бала болғасын, бір-бірімен төбелесіп қалады балалар. Сол жағдайда айтам, бір-бірлеріне бауырмал болыңдар, ертең өскенде бір-бірлеріңді іздейсіңдер, сағынасыңдар деп жылы сөздерімді айтып, бір-бірлерімен татуластырам. Енді қанша дегенмен төбелестіріп қоймайсың ғой оларды, алдайсың, жақсы сөздер айтасың. Бала енді қалай қалыптасса, кішкентайынан өсе келе солай қалыптасады ғой. Сонда айтам, бір-бірлеріңді өтіп қатты кетпеңдер депті бір-бірлеріне. Сондай сөздер айтылады. Ондай балама қатты зіркіп сөйлемеймін де өзім, шама келгенде жаным, күнім, айым деп баланы өтіп баурап алам. Жақсы. Осы орайда сіз басқа ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Баланы біріншіден ата-ана мейіріммен баурап алу керек. Екіншіден балаға көп көңіл бөлу керек. Сосын баланы үйрету керек. Шама келсе жылы сөйлетіп, балдарға да өзіне бауырмал болып тарту үшін. Сіздің жүзіңізден де мейірім нұры төгіліп тұр. Сіздің айтқыңыз келгені, яғни балаларыма мейірімділік, қамқорлық, жанашырлық, бауырмалдық қасиеттерін дарытып жатырмын дегеніңізді мен көзіңізден-ақ оқып тұрмын. Бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге көптен көп рахмет. Ал енді осы орайда өзіміздің классымыздағы барлық ата-аналарға, оқушыларымызға айтатын жылы тілектеріңіз, лебіздеріңіз болса рұқсат. Мен ата-аналарға айтқым келеді, біріншіден ауызбіршілікте болған жақсы. Сыныптағы оқушылар бәрі ұйымшылдығы ата-аналарға байланысты. Егер де ата-аналар ауызбіршіліктері күшті болса, сол сыныптан жақсы ұйымшыл не шығады деп ойлаймын, ата-аналар шығады деп. Балалардың болашағы жарқын болсын, осы Жарқамыс орта мектебінің атын шығаратындай үлгілі, тәртіпті оқушылар көп болсын деп. Көптен көп сізге рахмет. Бүгінгі уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, бала тәрбиесіндегі шынайы пікірлеріңіз бен жақсы тәжірибелеріңізді бөліскеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті тыңдармандар, біз бүгін ата-аналарымыздың шынайы жүрегінен шыққан пікірлерін тыңдадық. Ата-ана үні бұл подкаст емес, бұл бала болашағына бірге жасалған қадам. Балаларымыз бақытты болсын, келесі кездескенше аман болыңыздар.